Армысыздар, құрметті қауым. Даланың ұлы ойшылы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған ақпараттық бейнеролигімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Мақсаты ұлы ақынның өнегелі өмірімен таныстыру, ақынның даналығын, рухани асыл мұрасын насихаттап, өлеңдерін, әндерін мәнерлеп айтқызу. Көп адам дүниеге бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге болама, ойландаршы, өлмей тұғын артында сөз қалдырған деп. Төрелігін өзі шешкен Абай бүгін жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен бірге 175 жыл бойы өмір сүріп келеді. Мәңгі өмір сүре бермек. Ол өткен заманның, кешегі түркі дүниесінің соққан тынысы болса да, бізге түсінікті, жүрегімізге қонымды Абай лебі, Абай үні, ана тынысы, заман тынысы, халық үні қалдырған. Абайдың жарқын бейнесі, жалынды жырын бізбен бірге мәңгі жасап келеді. Құрметті әдеби сүйер қауым, қазақтың бір туар ұлдарының бірі, данышпан ақын, ойшыл дана ғұламаларының бірі, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік ірі тұлғасы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған «Даланың ұлы ойшылы» атты ақпараттық онлайн бейнеролигімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Жүрегін шырақ етіп жандырған, жырымен жан сусуын қандырған, өзіне өзі орнатып ескерткішті мұра қып кейінге қалдырған, ерте оянып ойланып ержеткен, талабын тас қияға өрлеткен. Құбажан құрбақан құм қола қырда, өлеңнің бесігінде тербеткен, соқтықпалы соқпақсыз жерде өскен, үнімен әділдіктің лебі ескен. Бұл әрине Абай атамыз. Әрине, Абай атамыз туралы айта беру артық емес. Бір қарағанда таныс тақырып, таныс бейне секілдігімен ол туралы білетініміз тым азау. Ұлылықтың сырына қанық болғанымыз келсе, далалықтың қандай болатынын ұғынғымыз келсе де, Абай әлемін тағы бір шолу жасайық. Абай Ибрахим Құнанбаев, ақын, ағартушы, жазба, қазақ әдебиетінің, қазақ әдебиет тілінің негізгі қалаушысы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және Европа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңғыртуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармашылығында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін асқару еткен. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы айдарын Абайдың табиғат лирикалық бастайық. Абай музыкасы. Ұлы ақын, ағартушы Абай музыкалық саласында да айта қалғандай мұра қалдырды. Өзінің асыл өлеңдерін, қара сөздерін қағазға түсіріп, кейінгі ұрпаққа жазып қалдырса, музыкалық жөнінде оның мұндай мүмкіншілігі болмады. Өйткені Абай өмір сүрген кезде қазақта музыканың жазба мәдениеті жоқ еді. Халықтық музыка, ауыз дәстүрлік қалыпта еді. Сондықтан Абай әндері де қазақтың басқа халықтық ән күйлері сияқты ауыздан ауызға, заманнан заманға ауызша отырып жетті. Музыка саласында жазба мәдениетінің болмауына қарамастан, Абай әндерінің бізге толық жеткен себебі олардың халықтың жүрегінде сақталуға сапасы сай келетін шығармалар болғандықтан, халық санасынан өшпес орын алғандығында. Абай әндерінің өзгешелігі мелодиялық, ырғақтық жақтарындағы, жаңалықтарында, идеялық мазмұнның ашықтығында болды. Дәйек сөздер. Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды әлемге танытамыз, қазақ халқын танытамыз. Абай әрқашан біздің ұлттық ұранымыз болуы тиіс дейді тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Абай Құнанбаев қазақ әдебиетінде поэзиясындағы шоқтығы биік дара да дана тұлға. Абай қазақ поэзиясының өсіп гүлденіп жаңа сапаға жетуіне орасан зор еңбек етті. Ақын жас ұрпаққа терең ойға толы алуан өлеңдер үлгісін қалдырды. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай дайындалған «Даланың ұлы ойшылы» атты ақпараттық сағатымызды бейнеролигімізді аяқтауға рұқсат етіңіздер. Аман сау болыңыздар.